Рецептimiz жаз айларында өте жақсы ішілетін окрошка. Ол үшін бізге айран, осындай газлы су, бірге бір қосамыз. 500 айран, 500 мл осындай газ алған су, неки тұз қосамыз, кішкене ғана қара бұрыш қосамыз, жақсылап араластырамыз. Және де біз осылай алдын ала дайындалған осындай халал колбасамыз, редиска, огурцы, жұмыртқа, піскен картошка және де укроп осылай дайындап қоямыз. Егер де сіздер алдын ала дайындап қоямыз десеңдер, осылай турап қоясыздар холодильникке, суын дайындайсыздар, керегін өзіңізге алып қолданып іше берсеңіздер болады. Неки окрошкамыз дайын. Қазір құйып көрсетейін. Неки осындай окрошкамыз дайын. Жаз айларында отбасыларыңызға жасап берсеңдер өте дәмді, өте ыңғайлы, арзан, ішінде қосатын өнімдері. Дайындап көріңіздер, ас болсын.